Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге айран мен ірімшіктен ең дәмді тәтті әзірлеп көрсетемін. Каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Бұл тәтті балаларға да, үлкендерге де өте қатты ұнайды. Алдымен ұнымызды сары маймен араластырып аламыз. Бір келкі араласқан соң, айранымызға қопсытқыш пен тұз саламыз. Шекер мен жұмыртқаны салып араластырып аламыз. Дайын араласпамызды крошканың үстіне қоямыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Егер ұнымыз аз болса, тағы да ұн қоссақ болады. Үстін жабық холодильникке қоямыз. Енді начинка дайындаймыз. Ірімшіктің үстіне жұмыртқаның тек сарысын, сахарный пудра, крахмал, сметана барлығын араластырып аламыз. Тұнған қамырымызды алып жайып аламыз. Екіге бөліп аламыз. Жұқа етіп жайып, ішіне начинкаларды жайып аламыз. Дайын болған соң орап аламыз. Орташа көлемде кесіп аламыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Үсті әдемі болу үшін вилканың көмегімен үстін сызып аламыз. Қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Міне тәттіміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Айтпақшы, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып қолдап кетіңіздер.